Баршаңызға сәлем. Бүгін біз 9 сынып алгебрасын қарастырамыз. Бізде 23-те 17-ші есеп келтіру формулаларына арналған. Бұл жерде бізге не істеу керек? Екі теңдіктің дұрыстығын дәлелдеу керек дейді. Яғни мына синус 45 плюс альфамыз косинус 45 минус альфаға тең болатынын дәлелдеу керек дейді. Бұл жерде не істейміз? Баршаңызға сәлем. Біз бүгін 9 сынып алгебрасын қарастырамыз. Бізде 23-те 19-ші есеп келтіру формулаларына арналған. Бұл жерде мына өрнекті ықшамдап, сосын альфаның минус 45-тегі мәнін тауып жазыңдар дейді. Келтіру формуласының кестесіне қарасаңыздар, бізде кітабымыздың ең алғашқы бетінде тұр. Тангенс пи минус альфа дегеніміз, ол бізде минус тангенс альфаны береді. Яғни берілген жазайық бірінші. Яғни тангенс пи минус альфа дегеніміз бізде минус тангенс альфаға тең. Минус тангенс альфаға тең. Минус жазамыз. Так, тангенс минус альфада бізде минус таңбамыз тангенстің алдына шығып кетеді. Минус 2 тангенс альфа қалады. Сонда бұл жердегі минусымыз қосылып кетеді. Яғни минус тангенс альфа плюс 2 тангенс альфа деп. Ал бұл жерде біз не болады? Мынаның алдында бір бар, я? Бір тангенс, яғни 2 тангенстен 1 тангенс алсақ, бізде тек қана тангенс қалады. Және де тангенсті альфа дегеніміз бізде 45 градус болды, минус 45. Минус 45 градус орнына қоямыз. Бізде минусымыз тангенстің алдына шығып кетеді. Минус тангенс 45 градус болып, сонда мәнін жазамыз. Минус тангенс 45-те бізде мәні 1-ге тең. Так, мұнда минус таңба қалай алдына шықты деп отырсаңыздар, бізде мұнда жұптақтылық бар. Косинус минус альфадан басқасы, косинус альфа болып шығады. Қалғандардың барлығы бізде минус таңбасымен шығады екен. Және бізде негізгі тепе-теңдіктің осы тригонометриялық тепе-теңдіктерді білу керек, қай градуста нешеге тең екен. Екіншісін қарастырайық. Бізде берілген котангенс 2 пи минус альфа минус 2 тангенс минус 2 альфа. Бізде котангенс 2 пи минус альфа дегеніміз ол минус котангенс альфаға тең. Және бізде минусымыз мына алдына шығып кетеді. Минус пе минусымыз плюс береді, яғни былай жазайық. 2 тангенс альфа, 2 альфа деп жазайық. Сонда қалады бізде минус котангенс альфа қосылған 2 тангенс 2 альфа. Енді осының орнына бізде 30 градусты қояйық. 30 градус альфаның орнына. 2 тангенс 2 көйтілген 30 градус. Бұл жерде бізде минус котангенс 30 градус. Котангенс 30 градуста бізде түбірасты 3-ке тең, яғни минус түбірасты 3-ке тең. Және қосылған 2 көйтілген тангенс 2 30-ға көбейтсек бізде 60 градус. 60 градуста бізде түбірасты 3-ке тең екен. Түбірасты 3-ке тең. Сонда бізде шығады минус түбірасты 3 плюс 2 түбірасты 3 болса, түбірасты 3 шығады екен. Так, келесі үшіншісінде бізде косинус 3 пи минус альфа дегеніміз біз 3 еселенген деп алсақ болады. 3 рет 180 градусқа жасады деп алсақ болады. Яғни бізде ол косинус пи минус альфада минус косинус альфаға тең. Минус косинус альфа дейміз. Және минус пи минусымыз бізде плюс береді. Минус алдына шығып кетеді. Сонда 4 синус альфа шығады. Және бұл жерде біз 45-ті орнына қойып шығайық. Минус косинус минус 45 градус және плюс 4 синус минус 45 градус деп. Косинус минусте бізде плюске айналып кетеді. Минус косинус 45 градус. Мына минусымыз. Мына минусымыз бізде алдына түседі. Минус 4 синус 45 градус болады. Ал біз білеміз, 45 градуста бізде косинус пен синустың мәндері 2-ден түбірасты 2-ге тең. Минус 4 көйтілген 2-ден түбірасты 2. Ал бұл жерде қысқарып кетеді. Сонда қалады минус 0,5 түбірасты 2 деп ала қойық. Минус 2 түбірасты 2. Ал бұл береді бізге минус 2,5 түбірасты 2. Немесе минус 5 түбірасты 2 бөлінген минус 5 түбірасты 2 бөлінген 2. Келесі төртіншісі бізде косинус жаңағындай 3 пи минус альфа минус синус
минус альфа, иә, бізде тек альфа минус 30-ға тең болу керек. Яғни жаңағындай, дәл жаңағындай шығады. Минус косинус альфа плюс 3 синус альфа шығады. Үшінші есептегідей, енді тек орындарына қоямыз. Косинус минус 30 градуста және қосылған 3 синус минус 30 градус деп. Сонда бізде минусымыз қалады. Косинус минус 30-да ол плюске айналып кетеді. Косинус 30 болады. Және мына минусымыз алдына шығады. Минус 3 синус 30 градус болады. Ол дегеніміз, енді мәндерін қояқ. Косинус 30 градуста бізде минус 2-ден түбір асты 3-ге тең. Ал синус 30 градуста бізде 2-ден 1-ге тең. 2-ден 3 болады. Сонда, былай жазсақ, 2 минус түбір асты 3 минус 3 деп жазамыз.